Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, assalamu alaikum, hurmatli bауырлар. Бүгін бізде 13-ші дәріс. Ад-дарсу ат-талиса ашара. Мәна алиф. Демек, мына дәріс бірнеше бөлімнен тұратын болады. Мына жақта диалог берілген. Алдымен оқымас бұрын сіздер өздеріңіз видеоны паузаға басып оқып алар ұшыңыздар. Кейін жалғастырып тексересіздер. Ман хаула ил-фитяту ат-тивалу я алию. Мына ұзын бойлы жігіттер кімдер, я Али? Хум туллабун жудудун. Олар жаңа оқушылар. Мен айна хум, олар қай жақтан? Хум мен Америка. Олар Америкадан. Хум зумалаука, олар сен сыныптастарың ба? Наан, хум зумалаи. Олар менің сыныптастарым. Хум фи фасли. Олар менің сыныбымда. Хум мучтахидуна, олар ынталы ма? Наан, хум мучтахидуна. Олар ынталы. Ма асмаухум, олардың есімдері кім? Асмаухум, олардың есімдері Ясирун, ва Закария, ва Муса, ва Абдуллахи. Мына осы төртеуі. Ва ман хаула ир-риджалул қисару. Ал мына қысқа бойлы ер адамдар кімдер? Хум худжажун, олар қажылар. Мен айна хум, олар қай жақтан? Ба'духум мин ас-Сини, ва ба'духум мин ал-Ябани. Кейбірі Қытайдан, ал кейбірі Жапониядан. Айнал Мустафа ва ассиқауху. Мустафа және оның достары қайда? Захабу илал мат'ами. Олар асханаға кетті. Тамарину, жаттығулар. Бірінші жаттығы. Хауил ал-мубтада'a фи кулин мин ал-жумал ал-атия иля жам'ин. Келес келген барлық сөйлемдердегі мубтаданы көпшетірге айналдыр дейді. Мисалун, мысал, хада талибун. Бұл оқушы. Хаулаи туллабун. Бұлар оқушылар. Мына көпшетірі жақшан ішінде берілген, осыған қарап бастауышты көпшетірге айналдырасыз. Хаза таджирун. Бұл саудагер. Енді көпшетірге мына бастауышты айналдырамыз. Хаулаи болады. Хаулаи туджарун. Бұлар саудагерлер. Хаза хаджун. Бұл қажы. Хаулаи худжажун. Бұлар қажылар. Хаза раджулун. Бұл ер адам. Хаулаи риджалун. Бұлар ер адамдар. Хаза кабирун, бұл үлкен. Хаулаи кибарун, бұлар үлкендер. Хаза сағирун, бұл кіші, кішкентай. Хаулаи сығарун, бұлар кішкентайлар. Хаза қасирун, бұл қысқа. Хаулаи қисарун, бұлар қысқалар, қысқа бойлылар. Хаза тауилун, бұл ұзын. Хаулаи тивалун, бұлар ұзын бойлылар. Хаза валадун, бұл бала. Хаулаи ауладун, бұлар балалар. Хаза бнун, хаза ибнун, бұл ұл. Хаулаи абнаун, бұлар ұлдар. Хаза аммун, бұл көке. Хаулаи а'мамун, бұлар көкелер. Хаза шейхун, бұл шейх. Хаулаи шуюхун, бұлар шейхтар. Хаза дойфун, бұл қонақ. Хаулаи дойуфун, бұлар қонақтар. Хаза замилун, бұл сыныптас. Хаулаи зумалау, бұлар сыныптастар. Хаза фақирун, бұл кедей. Хаулаи фуқарау, бұлар кедейлер. Хаза ғанiyun, бұл бай. Хаулаи ағнияу, бұлар байлар. Хаза садиқун, бұл дос. Хаулаи астиқау, бұлар достар. Хаза табибун, бұл дәрігер. Хаулаи атиббау, бұлар дәрігерлер. Хаза фатан, бұл жігіт. Хаулаи фитятун, бұлар жігіттер. Хаза ахун, бұл бауыр. Хаулаи ихватун, бұлар бауырлар. Хаза жадидун, бұл жаңа. Хаулаи жудудун, бұлар жаңалар. Хаза мударрисун, бұл оқытушы. Хаулаи мударрисуна, бұлар оқытушылар. Хаза мухандисун, бұл инженер. Хаулаи мухандисуна, бұлар инженерлер. Хаза фаллахун, бұл фермер. Хаулаи фаллахуна, бұлар фермерлер. Хаза мучтахидун, бұл ынталы. Хаулаи мучтахидуна, бұлар ынталылар. Хаза муслимун, бұл мұсылман. Хаулаи муслимуна, бұлар мұсылмандар. Мынау осы сөздердің көпшетірі. жаттауға тырысыңыздар. Келесі жаттығу. حول المفردات التي تحتها خط إلى جموع كما هو موضح في المثال. Мысалда анық көрсетілгендей, астында мына сызығы бар сөздерді көпшетірге айналдыр дейді. Мына мисалун, мысал, ман хаза раджулу. Мына сөздің астында сызық тұр. Бұны көпшетірге айналдырамыз. Хуа хаджун. Мына кісі кім? Ол қажы. Енді мұны көпшетірге айналдырған кезде, мыналардың барлығы көпшетірге айналып кетеді. Ман хаула ир-риджалу. Мына ер адамдар кімдер? Хум худжажун. Олар қажылар.
من أين هذا الطالب؟ منا وقوش قاي жақтан. هو من الهند. ол үндістаннан, Индиядан. من أين هؤلاء الطلاب? منا وقوشلар қай жақтан. هم من الهند. олар Индиядан. أين التاجر الكبير? үлкен саудагер қайда? هو في السوق. ол базарда. أين التجار الكبار? үлкен саудагерлер қайда? هم في السوق. олар базарда. منا التجار الكبار. أين التجار الكبار؟ الجقتا من التجار بوضع. أين المدرس الجديد؟ جانا وقت شقدا. هو عند المدير. والديريكتور ده قصر ده ديريكتور ده. أين المدرسون الجدد؟ أين المدرسون الجدد؟ جدد. أين المدرسون الجدد؟ هم عند المدير. هم بلده. هو مس هم بلد كوشيسا. أين الطالب الجديد؟ جانا وقوش قيدا. أهو في الفصل وصنتما. أين الطلاب الجدد؟ أهم في الفصل. جانا وقوش لرقيدا ولر صنتما. هذا الطالب غني. منا وقوش بايما. لا هو فقير. جا قول كدي. هؤلاء الطلاب كوشيت رغين الدرامس. هؤلاء الطلاب. هؤلاء الطلاب أغنياء. لا هم فقراء. جوغلر كديلر. هؤلاء الطلاب أغنياء. لا هم فقراء. جوغلر كديلر. من هذا الرجل؟ ناكس كم؟ هو ضيف والقنق. من هؤلاء الرجال؟ هم ضيوف. ولر قنقتر. ناكس دركندر ولر قنقتر. لي أخ كبير. من ده ولكن باور بار. يعني من ولكن دينسس. هو طالب بالجامعة. و ونيفرسيتي وقشة. لي إخوة كبار. من ده ولكن باور لارمار. هم طلاب بالجامعة. أنا لي إخوة كبار. هم طلاب بالجامعة. لي إخوة كبار. هم طلاب بالجامعة. درس. أين صديقك؟ سنن درس قيدا. ذهب إلى المكتبة. كتابخانة جتا. أين أصدقاؤك؟ أين أصدقاؤك؟ أين أصدقاؤك؟ ذهبوا ولد. ذهبوا إلى المكتبة. محمد له ابن صغير. محمد ودا كشاء الله بار. محمد له أبناء صغار. ودا كشاء الله بار. هو طالب في المدرسة. والمكتبة وقشة. هم طلاب في المدرسة. والمكتبة وقشلار. محمد له أبناء ودا. أبناء صغار. هم طلاب في المدرسة. محمد له أبناء صغار. هم طلاب في المدرسة. كين سونغ سلام. أزميلك مجتهد. سين سمتاسن أنطالما. نعم هو مجتهد. يا أول أنطال. أزملاؤك مجتهدون. نعم هم مجتهدون. أزملاؤك مجتهدون. أزملاؤك مجتهدون. نعم هم مجتهدون. نعم هم مجتهدون. كيلس جاتو. أضف الأسماء الآتية مرة إلى اسم ظاهر وأخرى إلى ضمير كما هو موضح في المثال. منه كيلس اسم سوزيردا بر مرتة. ماذا اسم ظاهر ده منا سوزير كارندي. منه كان عنق اسم سوزير. соларға қос деді. Ал екінші мәрте дамирлерге. Міне
мыналарға хум, ка, ху деген бұлар дамирлер. Осыларға мысалда анық көрсетілгендей қос дейді. Мисалун абнаун ұлдар. Енді қосқан кезде Мұхаммедтің ұлдары деп айтуымыз керек. Абнау Мұхаммадин. Мына жақта тануин қалады, жай ғана даман өзі болады. Мынау касра, тануин касра болады. Абнауху, оның ұлдары. Мына жақта Мұхаммедтің ұлдары, мына жақта оның ұлдары. Асмаун, есімдер, аттар. Асмаут тулаби, оқушылардың аттары. Асмаухум, олардың аттары. Бұлай болады. Асмаут тулаби, кейін асмаухум, бірге жазылады. Асмаухум, олардың есімдері. Зумалау хамидин, хамидтің сыныптастары. Зумалаука, сенің сыныптастарың. Астиқаул мударриси, оқытушының достары. Астиқауху, оның достары. Келесі ату. Иқра ил-мисала, thumma хауил al-jumla al-atiyah мислаху. Мысалды оқы, кейін келесі сөйлемдерді мысалдағыдай қыл дейді. Мысалдағыдай өзгерт. Мисалун. Ат-талибу захаба ила al-мат'ами. Оқушы асханаға кетті. Ат-тулабу захабу ила al-мат'ами. Оқушылар асханаға кетті. Көпшетірге айналдырып жатырмыз. Көпшетірге айналдырған кезде олар мына вау мен алиф жалғанады. Ат-талибу жаласа фил фасли. Оқушы сыныпта отырды. Енді ат-тулабу жаласу фил фасли. Al-mudarrisu kharaja min al-madrasati. Оқытушы мектептен шықты. Al-mudarrisuna kharaju min al-madrasati. Оқытушылар мектептен шықты. Kharaju. Al-mudarrisuna. At-tajiru dhahaba ila as-suqi. Саудагер базарға кетті. At-tujjaru dhahabu ila as-suqi. At-tujjaru dhahabu ila as-suqi. Келесі ату. Иқра уактуб, оқы және жаз. Ат-тулабу, наны. Қазір видеоны паузаға басып, өздеріңіз оқып аударып шығыңыздар. Кейін видеоны жалғасып тексересіздер. Одан кейін наны көшіп жазыңыздар толық. 16 сөйлем берілген, соның барын көшіп жазасыздар. Ат-тулабу фил фасли. Оқушылар сыныпта. Ман хаула ил ауладу. Мына балалар кімдер? Ахум абнаука. Олар сенің ұлдарың ба? Ла. Хум абнау ахи. Жоқ, олар менің бауырымның ұлдары. Ман хаула иннасу. Мына адамдар кімдер? Хум худжажун мин Туркия. Олар Туркиядан, Турциядан болған қажылар. Айна туджару. Саудагерлер қайда? Захабу ила суқи. Базарға кетті. Ман хаула ир-риджалу. Мына ер адамдар кімдер? Хум дуюфун. Олар қонақтар. Ал-фаллахуна фил хукули ва абнаухум фил мадрасати. Мына фермерлер поляда, ал олардың ұлдары мектепте. Айна тулабул джудуду. Жаңа оқушылар қайда? Ба'духум фил фасли ва ба'духум индал мудири. Олардың кейбірі сыныпта, ал кейбірі директорде. А'мами туджарун кибарун. Менің көкелерім үлкен саудагерлер. Хаулаи ихвати. Бұлар менің бауырларым. Айна абнаука я алию. Олардың қайда, ей Али? Хум фид дуккани. Олар дүкенде. Ат-тулабул кибару фил мал'аби ва ат-тулабу сигару фил фасли. Үлкен оқушылар мана стадионда, я ойнау алаңында, ал кішкентай оқушылар, кіші оқушылар сыныпта. Хаула ил-фитсяту ихватун. Мына жігіттер бауырлар. Абухум имаму хазал масджиди. Олардың әкелері мына мешіттің имамы. Хаула ир-риджалу фаллахуна мин қарияти. Мына ер адамдар менің ауылымның фермерлері. Айна тулабул джудуду. Жаңа оқушылар қайда? Ахараджу. Олар шығып кетті ма? Наам. Я. Хараджу ва захабу ила al-мактабати. Олар шығып кетті. Олар шығып кітапханаға кетті. Хаула ил-атиббау муслимуна. Мына дәрігерлер мұсылмандар ма? Наам. Хум муслимуна. Я, олар мұсылмандар.
ли абнаун сигарун. Менде кіші ұлдарым бар. Ба'духум фил мадрасатил ибтидаияти ва ба'духум фил мадрасатил мутавасситати. Менің кіші ұлдарым бар. Олардың кейбірі бастауыш мектебінде, ал кейбірі орта сынып оқушыларына арналған мектепте. Соңғы жаттығу. Уктуб жамал калиматил атия. Келесі сөздердің көпше түрін жазды. Кабирун жазып шығыңыздар, кейін видеомен тексересіздер. Кабирун, кибарун, муслимун, муслимуна, раджулун, риджалун, ибнун, абнаун, дайфун, дуюфун, фатан, фитьятун, хаджун, худжаджун, ахун, ихватун, صغير صغار طويل طوال غني أغنياء فقير فقراء. Бұларды жаңағы жоғарыдан қарап тексерсеңіздер болады. Әл-калиматул жадидату жаңа сөздер. Әл-хақлу поле. Хукулун соның көпшеттері. Ан-насу адамдар. Әл-қарияту ауыл. Ад-дайфу қонақ. Әш-шейху шейхе қарт кісі. Әл-мат'аму асхана. Әл-мадрасатул ибтидаияту бастауыш мектеп. Осымен 13-ші дәрістің бірінші бөлімі аяқталды. Бә келесі бөлімді келесі бейне сабақта өтеміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.